Сәлем, қалдарың қалай? Сіздер менен 6 сыныптың 10 бетіндегі 3 және 4 жаттығуды сұрапсыздар. Мен мұнда орындай кетейін. 3 жаттығуда мен қорапшаның ішіндегі сөздерді қоймаппын. Сондықтан оны аяқтата салайын деп тұрмын. Мұнда 3 жаттығуда артық сөзді алып тастау керек те, орнына жоғарыдағы қорапшаның ішіндегі сөзді қою керек. Мысалы, гитар, хип-хоп, бэнд, яғни әнші, сингер. Келесі екіншісінде барлығы киноға қатысты, яғни фильмге қатысты сөздер, мұнда артық болып тұрған тим, яғни команда деген сөз. Үшінші бізде барлығына қатысты сөздер, яғни компьютерлерге қатысты сөздер, мұнда бізде драма артық болып тұр, яғни бұл киноға қатысты сөз. Үшінші бізде артық болып тұрған science fiction, яғни ғылымға қатысты сөз, мұнда барлығы спортқа байланысты. Келесі төртінші жаттығуда бізге берілген сөздер, яғни бір спорт түрін, яғни болмаса жануар, спорт, бокс, яғни или ТВ-ға қатысты бір сөзді аласыздар да, соған сол салаға қатысты сөздерді жазу керек. Мен мұнда спортқа қатысты сөздер жаздым, сіздер мысалға жануарларға қатысты сөздерді жазуларыңызға болады. Спортқа қатысты сөздер: рефери, чемпион, фитнес, плеер, атлетик, тим, яғни команда, эксерсайз жаттығу. Дәл осылай жазып шықсаңыздар болады. Сау болыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып отырыңыздар. Алдын ала каналға жазылғандарыңыз үшін рахмет.